Барлығыңа сәлем. Бүгінгі тақырып рационал өрнектерді көбейту, бөлу, дәрежелеу. Енді мысалдардан бастасақ, кітаптан алып 12 бөлінген 5х көбейтілген x куб бөлінген 12а. Онда көріп тұрғандарындай 12 мен 12 бөлінеді. Сондықтан біз оны бөліп, қалдығы 1 болады. X бөлінеді, мұнда квадрат қалады. Сонда бізде x квадрат бөлінген 5a болып тұр. Дұрыс қой? Енді осыны жауаптар кестесінен қарайық. Жауабы x квадрат бөлінген 5a. Дұрыс. Қандай есеп шығарсақ болады? Қиындау деген. Мысалы, b деген есеп шығарып көрейік. 6-шы есептегі. Кішкене қиындау есеп алдым. Енді сендерге бір жақсы осы жерде тақырып көрсетіп кетейін, көзіме түсіп тұрған. Мұндағы бірінші бөлу алайық. Мұнда 2 бөлінеді, сондықтан 4, мұнда 3 жауап шығады. 4n бөлінген m минус 4, m плюс 4. Бұл деген формула болып тұр ғой, дұрыс па? Сендерге алдыңғы видеода түсініп кеткенгі формуланың есебі. Бұл формула мынандай болады. Квадрат тең болады a минус b көбейтілген a плюс b. Осы формула. Бөлінген m-ді сыртқа шығарайық. m минус 4 шығады. Мұнда 3 болады. Енді осы жерде не байқап тұрсыңдар? Дұрыс. m минус 4 бөлінеді, сондықтан осыны қысқартамыз. Бізде сондағы шығады 4nm 3m плюс 12. Осында жауап шығады. Жауаптар кестесін көрейік. 6-шы есептің b есебі. 6-шы есеп b есебі. Дұрыс. Мына жақшаны ашқанда онда осына жауап шығады. Енді тағы қиындау есептер шығарып көрейік. Одан әрі қарай жақсырақ осы есепке көңіл аудару үшін, түсіну үшін v есебін шығарып көрейік 8-ші есептегі. Енді бөлу болғанда біз не жасаймыз? Әрине екінші тұрған бөлшектің орнын ауыстырамыз. Сол үшін бізде шығады a квадрат плюс ax плюс x квадрат бөлінген x минус 1 көбейтілген x минус 1 x плюс 1. Жаңа формула айтып кеткенде осы шығады ғой, жаңа формула. Енді мынауды бізде формула болып тұр. Формулалар кестесінен қарасақ, мынау a куб минус x куб бізде ашып жазайық. Сондағы a минус x көбейтілген a квадрат плюс ax плюс b квадрат. Ой, x квадрат. Енді мұнда не байқап тұрсыңдар? Әрине x минус 1 қысқартылады. Мұндағы мұна i квадрат плюс ax плюс x квадратты қысқартылады. Осы ашып жазған сайын қысқартыла береді. Оңай болады. x плюс 1 a минус x. Енді жауаптар кестесінен қарайық. 8-дегі v есебі. Вот. x плюс 1 a минус x. Барлығы дұрыс. Енді осы тақырыпты түсіндіңдер деген үміттенмін. Рационал өрнектерді көбейту, бөлу, дәрежелеу. Өте қызық тақырып. Егер тағы осындай есептер шығарғыларың келсе, маған жазсаңдар болады. Тақырып түсінікті болса, достарыңдар жіберіңдер, лайк басыңдар, жазылып кетіңдер каналға, және басқа плейлистта видеоларды қараңдар. Көргендеріңе рахмет, барлықтарыңа сау болыңдар.